Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын қожелі манты рецептісімен бөліспекшімін. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, бір бокал суымызды құйып, осылай міндетті түрде ұнымызды елегіштен өткізіп, қолымыздың көмегімен қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Өте жұмсақ болып илену керек. Осылай жұмсақ қылып илеп алдым қамырымды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді ішіне салатын салмасын дайындайын деп жатырмын. Осылай пиязымызды ашып, жуып, турап, паршымызды салып, тұзымызды салып, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, ал мен қамырымды 10 минутқа демалдырып қойдым. Қамырымды, осылай дайын болған қамырымды енді екі бөлікке бөліп, осылай екі бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды осылай жуып, жұмсақ қамырымызды жайып аламыз. Өте жұқа жаюымыз қажет. Осылай сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Кешкі асқа жасасаңыздар. Ал қамырымызды осылай салмамызды жайып, барлығын салып аламыз. Қамырымызды жұқа жаюымыз қажет. Сонда өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Осылай барлығына біркелкі қылып салып, жайып салдым. Енді барлығын осылай түйіп аламыз. Барлығын осылай түйеміз. Сіздер де осылай жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай барлығын түйіп, қолымыздың көмегімен жайып, осылай түйіп алдым.
Енді лейсімізді, жаңа табамызды осылай астын майлап, барлығын мантілерімізді осылай жайғастырып шығамыз. Бірін-бірін үстіне қойсаңыздар да жабыспайды. Осылай барлығын жайғастырып алдым. Ашылған шектерін бәрін жауып екінші лейсімізді де осылай үстін майлап отырып барлығын салып аламын. Майласаңыздар жабыспайды, әрі жұмсақ болып шығады. Осылай барлығын майлап отырып салып отырмын. Бірін-бірінің үстіне қойсаңыздар да бұл жабыспайды. Осылай барлығын біркелкі қылып майлап салып жатырмын. Ал енді мен суымызды қайнатып 45 мен қайнатып алдым, пісіріп. Осылай енді мен кешкі асымызға ұсынбақшымын. Осылай барлығын жақсылап алып жайғастырып жатырмын. Өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шыққан. Дәмді. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Перизат. Менің YouTube каналыма тіркеліп кеткен.